Бұл бір баланың ғана емес, мыңдаған жүректегі сағыныштың үні. Егер сен де анаңды сағынсаң, мына әңгімені үнсіз тыңда. Шашымды сипаған соңғы күн. Мен анамның шашымды соңғы рет сипаған күнін ешқашан ұмытпаймын. Ол күн менің 8 жасымда басталып, өмірімнің әр парағын үнсіз күйікпен өріп шықты. Таң ата салысымен ұйқымды ашпаған бір салқындықты сездім. Үйдің іші тып-тыныш еді. Әдетте анам таңнан тұрып, ас үйде ыдыс-аяқ сылдырлатып, шай қойып, тұр құлыным деп оятатын. Бұл жолы ешкім үндемеді. Орнымнан тұрдым. Ас үйге келсем, анам үстел басында үнсіз отыр. Шай дайын, бірақ өзі бейне бір тым алысқа қарап отырғандай. Көзі алабұртып кеткен. Қарасаң, күлімдегендей, бірақ ішкі күйі көзінен ақ көрініп тұр. Анашым дедім. Ол маған қарап жымиып, тұр ботам, суық қой, жылы киін деді. Сосын орнынан тұрып, кеудемнен қысып құшақтады. Басымды кеудесіне қойып, шашымды сипады. Сол сәтте ерекше жылы, бірақ сондай жат сезілді. Сезімімде бір түрлі нәрсе болды. Анам дәл бүгін ерекше болып көрінді. Мектепке кетіп бара жатқанымда соңғы рет артыма қарадым. Ол есік алдында тұр екен. Әдетте, жүгір, кеш қаласың дейтін. Бұл жолы үндемеді. Тек қолын жай ғана бұлғады. Сол күні анамды соңғы рет көрген күнім еді. Сол күні түстен кейін біздің үйге көрші апа жүгіріп келіп, айналайын, апаң ауруханаға түсіпті. Әкең жұмысқа кеткен. Жүр менімен деді. Не болғанын түсінбей, жаным өртеніп бара жатты. Көршінің үйіне кірген сәтте ішім алай-дүлей болды. Үлкендер сыбырлап сөйлесіп, бірдеңе жасырып тұрғандай көрінді. Ал менің жүрегім әлдеқашан бәрін сезіп қойды. Кешке қарай әкем келді. Өзі әдеттегідей емес, жүзі шаршаңқы, көздері қызарып кеткен. Бір тізерлеп отырып, балам, анаң енді бізбен болмайды деді. Даусы дірілдеп, тілі кірмеліп тұр. Сол сәтте менің әлемім қирап қалды. Мен анамның қазасына сенбедім. Бірнеше күн бойы үй ішінде оны іздеп жүрдім. Асылып тұрған пальтосын көрсем, жүгіріп барып иіскеймін. Оның иісі қалған жастығын құшақтап түнейтін болдым. Жаңа адамдар келіп, көңіл айтып жатты. Бірақ маған олардың ешқайсысының сөзі жетпеді. Мен бір-ақ нәрсені қаладым. Анамды қайта көру. Жай ғана бір сәтке, бір-ақ сәтке. Уақыт өте берді. Бірақ мені анама деген сағынышым босатқан жоқ. Әр кеште есікке қарап отыратын болдым. Бір күні анам кіріп келетіндей. Мен қайтып келдім құлыным, деп құшағына алатындай. Бірақ ол келмеді. Мен қатайып кеттім. Күлмейтін балаға айналдым. Сабақ оқимын, бірақ жан дүнием бос. Әкем мені жақсы көретін, бірақ ол да өзгеріп кетті. Жиі үндемейтін болды. Көңілді, көп сөйлейтін әкем енді маған бір-екі ауыз ғана сөз айтатын. Бір күні түнде тұрып қалдым. Әкем жарықты жақпай, қонақ бөлмеде жалғыз отыр екен. Қолында анамның суреті. Қатты жылап отырды. Мен алғаш рет әкемнің жылағанын көрдім. Менің батыр, мызғымас әкем құлап қалғандай болды көз алдымда. Сол түннен бастап мен де жылауды қойдым. Өзіме, әкем үшін мықты болуым керек дедім. Мектеп бітірдім. Оқу үшін басқа қалаға кеттім. Бірінші рет әкем екеуміз ұзақ қоштастық. Аман бол балам, анаң сенімен мақтанар еді, деді. Ол алғаш рет анам жайлы ашық айтты. Менің жүрегім ауырса да, бір түрлі тыныштық орнағандай болды. Жатақханадағы алғашқы түн мен үшін жаңа өмірдің басы еді. Бірақ анамның иісін сағындым. Ештеңе иісін алмастыра алмады. Қарапайым мақта көрпе мені бұрынғыдай жылыта алмады. Кейін мені бір қыз ұнатты. Біз сөйлесе бастадық. Бір күні ол маған, неге сен ешқашан анаң жайлы айтпайсың деді. Мен үнсіз қалдым. Арада біраз уақыттан соң ғана ол ерте қайтыс болды дедім. Бірақ даусым дірілдеп кетті. Сол қыз кейін менің өмірлік серігіме айналды. Ол мені түсінуге тырысты. Үйлендік. Алла бізге ұл сыйлады. Бәрі жақсы сияқты көрінді. Бірақ жүрегімнің бір шетінде сол баяғы бостық қалған. Толмайтын, бітпейтін, емделмейтін орын. Бір күні балам ауырды. Қатты ыстығы көтеріліп, қалтырап жатты. Мен қасында отырдым. Оның маңдайына су тигізіп, басын сүйеп отырғанда, кенет қолым дірілдеп кетті. Өзімді бала күндегі күйімде елестеттім. Менің анам дәл осылай түнде менің жанымда отырған.
Баламның кішкентай қолы менің саусағымды қысып ұстағанда көзімнен жас ыршып кетті. Бірақ бұл жолы ол ауыр жас емес, сағыныштың, махаббаттың және ризалықтың жасы еді. Мен анамның махаббатын енді ғана толық түсіндім. Ол кеткенімен сол махаббат менің бойымда қалды. Енді мен сол жылуды ұлыма жеткізетін жіппін. Қызым дүниеге келгенде мен тағы да жыладым. Перзентхананың алдында кішкентай сәби қолымды қысып жатқанда ішімнен: «Анашым, сен менсің» дедім. Менің қызымның көзі тура анамдікіндей. Кейде қарап отырып, өзімді бала сезінемін. Анам маған қарап тұрғандай болды. Ол енді менің қызым арқылы өмір сүреді. Ұлым арқылы күледі. Менің өмірімде енді оның ізі ғана емес, жалғасы да бар. Қазір мен күн сайын балаларымның шашынан сипаймын. Кеш болса да оларға ертегі айтып берем. Әр кеш мен үшін бір мүмкіндік өз балаларыма анам берген жылуды жеткізу. Оның қолының жылуын, сөзінің қасиетін, құшағының қауіпсіздігін. Кей түндерде мен ұйықтап жатып, бір ыстық алақанның маңдайымды сипап жатқанын сеземін. Көзімді ашсам, ешкім жоқ. Бірақ мен білемін, ол келген. Ол менің анам. Менің алғашқы досым, менің жүрегімдегі алау.